Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Рыскүл. Бүгін сіздерге осындай сырный лепешке жасайтын боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз ұн және де айран, теркамыздан өткізілген ірімшік, сода және де тұз қажет болады. Айранымызға ас содасы мен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін дайын тұрған ұнымызға біртіндеп құйып, қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды, яғни өте жұмсақ қылып илеуіміз қажет. Илеп болғаннан кейін осылай бөлме температурасына, яғни 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Келесі осындай доскамызға кішкене сұйық майымызды, яғни майлап алатын боламыз. Одан кейін қамырымызды 3 бөлікке бөліп, осылай домалақ, яғни шариктерге дайындап алатын боламыз. Одан кейін өте қатты қалың қылмай, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Одан кейін ірімшігімізді салып, осылай бір жерге барлығын қамырымызды жинап, төңкеріп, тағы да яғни қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қызып тұрған табамызға ешқандай май құймай, осылай екі жағы қызарғанша қызартып пісіріп алатын боламыз. Ірімшіктен жасалған лепешкеларымыз дайын болғаннан кейін осылай бетіне сары майымызды жағып жей берулеріңізге болады. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Осылай ішінде ірімшігі созылып, тәбетті ашатындай өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.